Міне мысығым. Мысығыңызды көрсетіңізші. Қолымды істеп жатыр. Міне, ой. Міне мысығым. Нүка, қашып баратыр. Қашып кетті, ұялып қалды ау деймін. Ақылы бар өзің. Мысығыңыз сіз жақсы көреді ғой, біз сияқты дейді. Рахмет, жандарым, я вас люблю, конечно. Жаңа бір қыздар жылап жатыр. Тура, апа, мен от души сізді көрем деп отырсам, неге сақтамағансыз деп. Мен айтам, ничего, енді кешке тағы да шығарым деп, сол бойынша шығып жатқаным қыздар. Әлі қандай болмайын деп. Ал енді неден бастасам екен десем. Менің айтатыным күнделігі сабырлық, өзіңді өзің жеңу. Өмір өзіңді өзің жеңгеннен тұрады дедім, да? Өзіңді өзің жеңгеннен тұрады өмір. Қыздар, сондықтан өздерің жеңіңдер. Шашыраңқы, жаңа айтып жатсыңдар да, біреуің сұрақ қойып жатсыңдар. Менің постоянно шашыраңқы жүремін. Шашыраңқы жүретінің сенде цель жоқ. Сол цель болса, өзіңде мақсат болса, сол мақсат бойынша жүріп отыруың керек. Мысалы, мен бетем таңертең жүгірем. Жолдасыңыз бар ма дейді, бар. Новая тема бастаңызшы дейді. Не бастайын, алайыншы? Менің темам енді күнделікті тема ғой, мен күнделікті күнде маған келіп отырған қыздарым, жолдасыңыз бар ма дейді, бар, 3 балам бар, жолдасым бар. Қазір жоқ енді, қазір бір жаққа кетіп қалды, енді негізі бар, семинар өткізіңіз, күтеміз дейді. Енді Аллах қаласа жаймен деп алып келатқан шығар, негізі прямой эфирді да мен зачем маған прямой эфир деп жүретін едім. Түске сенуге бола ма? Қыздар, түсті сразу жақсыға жорып жіберіңдер. Жақсылық болады, иншалла, менде бәрі жақсы болады деп. Түс былай етіп тұрады дейді, аумалы төкпелі болып бүйтіп біресе қайда. Әлгі айтады ғой, түсті жақсылыққа жорып жіберу керек. Иначе, мысалы, білмейтін біреуге жорғыз жіберсең, ол жаман болады, Құдай сақтасын, значит, өлім болады, значит, бірдеңе болады десе, ондай адамға нетпеген жақсы. Ондай адамға Атыраудың мақтанышы дейді. Күнделікті выучили дейді. Дұрыс қой енді. Күнде соны пересказывать это одно, делать это другое. Надо делать, қыздар. Пересказывать, конечно, ана пересказывать ете бересің, да? Мен мысалы өзімнің өмірімнен алып айтам, қыздар. Маған бәрібір енді айта беріңдер, одно и то же айтады. Одно и то же айту керек, қыздар. Айта беру керек. Да, өмір заклинаниеден тұрады. Өмір 3 мезгіл тамақ ішіп атасың. Өмір туалетіңе күнде барып атырсың. Өмір сол қайталаудан тұрады. Так что саспаңдар, қыздар. Айту одно, делать другое, қыздар. Делайте. Прямо күнделікті күнде жасау керек, бәрін, надо делать. Жаңағы біліп тұрады, кейбір адам, осының бәрін білем дейді, но жасамайды. Поэтому жолдасыммен айырылысып кеттік, 2 баламыз бар, қосылу үшін не істесем болады. Так. Мен баймын, мен бақыттымын деп күнде тұрам дейді, молодец. Менің қыздарым молодцы, дұрыс. Күндегісін күнде өзіме күнделікті айта берем дейді, дұрыс, жаным, дұрыс. Мен түсімде 2 баламен ұзатылып жатырмын дейді. Жақсылыққа жори бердік, жақсылық жақсы болады екен, иншалла, өмірім әдемі болады екен деп. Енді жаңа айтып жатсыңдар ғой, қыздар, мен 2 баламен айырылып кеттім, енді не істесем болады. Алладан қайта кешірім сұра, айырылғаның үшін кешірім сұра. Өйткені Алла тағала сені қосқанда, сол күш-қуатыңа қарап қосты. Сол жігітті қалай да адам қылып шығарады, қалай да осы жігіттің құлқын табады деп, әр адамды қосқанда Алла қосады. Сенің атанаң қосқан жоқ, я оның атанасы қосқан жоқ, я сенің атанаң қосқан жоқ. Сондықтан Алла тағала қосқанда 2 жақтың да күш қуатына қарап қосады. Сондықтан сен сол күш қуатыңды, потенциалыңды шығармағансың. Сондықтан потенциалын шығарып, ерінбей, жалықпай, сол эгіңді кетіріп, анау үйдеді, мынау бүйдеді, енем былай деді, анау былай деді деп, өзіңнің жаңағы неңді праваңды качать етпей, сол үйдің құлқын тауып, сол енеңнің басқалардың бәрін ақша жинауды айтыңызшы, жинап машина алу, үй алу дейді. Турцияға барғым келеді деп жатыр қыздар, да?
Енді визуализация, визуализировать етесің, горизонтыңды өсіресің, Турцияға барам десең, Турцияға баратын нелеріңді жасайсың, жаңағыдай көз алдыңа елестетесің. Визуализациядан тұрады қыздар өмір. Сосын действительно нетесін, бәрін өзің жаңағы неңді ішіңнен вибрация шығаруың керек. Вибрация дейміз енді, құлшыныс. Қалайда мен осы ақша жинаймын, қалайда мен машина аламын, ақша жинаймын, мен қалайда үйтем бүйтем. Ішіңнен кәдімгі құлшыныс шығарасың. Сол уақыттарда вся вселенная будет работать за тебя. Сондықтан бәрі көмектеседі қыздар. Сондай не қалайда ақша жинаймын, қалайда мен сол Турцияға барам, қалайда машина алам деп өзің кәдімгі визуализировать етіп, сосын салондарға машина алатын болсаң, салондарға барып, отырып қарап, прямо неге сондай процесстердің бәрін жүргізуің керек қыздар. Енді ОБТ-ға дейді, ОБТ ақыл кеңес айтасы ба, уайымдап жүрмейді. Уайымдама. Бір Аллаға мана, что будет, то будет, қыздар. Оптимистичный өмір сүріңдер. Алла тағала мені қолдайды, қорғайды деп ойлайды. Было, не было, басып біліп кетті. Не болғанда да, енді Аллаға сенде, Алла тағала досқа күлкі дұшпанға таба қылмай аман есен өткізіп жібере гөр деп Алладан сұрайсың да, көз алдыңа елестетесің. Қуанып атқаныңды, мамаңдар қуанып бір-бірінен, менің қызым ОБТ-дан өтті, бәрі жақсы болды деп қуанып атырған, бәрін көз алдыңа елестет, қызым. Бәрі жақсы болады. Бог за тебя, кто против тебя. Так, енді жаңа айттым ғой, екі баламен айырылып кеткен әйелге айтарым, Алладан кешірім сұра, жолдасыңа қайта-қайта бір-біріне көкірегіңді қойып, осы балдарды ойлайық деп қайтадан жаңа жолдасыңа айт, содан кейін қарсы келмей, еншекеңе тиетіндей болды ғой. Не болғанда да енді баламды қалайда балдарымды не қылмайым деп, енді не болғанда да балдарым жетім қылмайым деп, сол бойынша жұмыс істеуің керек, қызым. Енді көкіректі қой, қайтадан қосылатын болсаң, көкірегіңді жаңа нелеріңді қоясың, баяғы қателіктеріңді қоясың, қызым. Балдар үшін өмір сүріңдер, қыздар, ендігі жерде балдар үшін. Мой муж меня ревнует дейді, да? Енді ол повод берме просто өзің. Ревновать етуге повод берме. Ананы мынаны айтпа, анау бүйтіп қарат, мынау бүйтіп қарат деп айтпа. Өзің көбірек кішкене не бер. Енді күйеуіңде неуверенность бар. Өзіне уверенность бер. Мен сені күшті көремін, мен сені сүйемін, мен сені жақсы көремін, жам деп, оған тек бар махаббатыңды беріп отырсың да, ол сенің жағынан сонда женский энергия жоқ болар, сенің жағынан махаббат жоқ болар. Сосын ол, конечно, ол басқа біреуге қарап жүрме, ол басқа біреуге кет қылайын деп жүрген жоқ па деген олар қорқыныш пайда болады. Еш повод жоқ дейді. 4 бала бар дейді. Сонда да енді, значит, ол жігітте неуверенность бар. Соны сөйтіп түсіндіріп айт. Сенде просто неуверенность, қорықпа. Бәрін айтамын деп жатырсың да. Қорықпа, мен сенен басқа, мен 4 баламен қайда кетем, түсіндіріп айт. Мен 4 баламен қайда кетем, қатырасың сен. Енді солай істеуге болмайды ғой деп. Құралай ханымның семинарына барғым келіп тұр, қыздар. Наташа Правдина келейін деп жатыр. Мені әдейілеп Құралай шақырып жатыр. Керемет, енді мен риза болып қалдым Құралайға да. Апа, VIP қонағымсыз деп жатыр маған. Апа, келіңізші, пожалуйста, сіздің келуіңіз маған үлкен ғанибет деп жатыр. Сондықтан мен барғым келіп тұр, жаманнан да, қыздар. Сендер барасыңдар ма десем, білмеймін енді. Жолдасым не дейтін, жолдасым қазір бір басқа қалаға кетіп қалған. Келгеннен кейін айтқым келеді. Барғым келеді негізі, Айсара. Барғым келеді. Правдинаны көргім келеді, Правдинамен фотоға түскім келеді, Құралаймен фотоға түсу, Правдинамен фотоға түсу, жаңағы процесстердің бәрі, анандай энергетика, Құралайдың энергетикасын алу, одан жаңағы мен барғым келеді, жаман да барғым келеді негізі. Барғым келіп тұр негізі, жүріңдер кеттік десем, бәріңіз де барайық, қыздар, көтерейік, ортамыздан шығып атқан жаңағы неміз ғой, енді звездамыз ғой, біздің ең тұңғыш шыққан. Өзімізше көтерейік, бәрін қамқорлайық, барымызша жаңағы көтермелеп, қолымызды шапалақтап, айқайлап, шулап, күшті қылып өткізіп отырайық, қыздар, давайте барайық. Қайдан білейін, енді мен ертеңнен бастап айтамын сендерге. Бүгін жолдасым келсе, жайлап жолдасымнан сұраймын, әуелі жолдасым жіберсе барам, жібермесе бара алмаймын. Өйткені маған енді бірінші семьяны қоям орныма. Бірінші орынға семья, жолдасымның алдынан өтуім керек, жолдасыма түсіндіріп айтуым керек. У вас какой цель на жизнь, да? У меня, значит, мен ешкімді, мен
мен бақытты өмір сүргім келеді. Мен енді иншалла бір басыма жететін байлық бар. Енді ол байлық деген сөзді, байлық, когда сенің балдарың аман болса, соның өзі байлық. Когда сенің жаңағы барлық мүшелерің түгел болса, байлық. Күйеуің гулять етпесе, байлық. Қасыңда жүргеннің өзі байлық. Өз-өзіне байлық келе береді, қыздар. Когда сен аман есен жүрсең, ешкімге жамандық жасамасаң, сәбилерім аман, сәбилерімнің ішінен шыққан сәбилерім аман болса, соның өзі байлық, соның өзі бақыт. Қорықпайсыз ба за свое будущее? Қорықпаймын. Қорықпайтын себебім қалай? Мен былай ғой, қыздар, қорыққанда мен де адам баласы, мен де ет пен терден жаратылған адаммын ғой, иә? Мен қорықпағанда былай ғой, тек қана Алладан қорқам. Алла, сол үшін мен Алланың алдында, алдыма қандай адамдар келеді, қандай, мен біреуді бай демеймін, біреуді кедей демеймін, біреуді эгім көтеріліп кетпесін біреудің алдында. Өзімді сыйлағанымды құрдай сыйлаймын, сыйламаған адамды да сыйлаймын. Таспен ұрғанды аспен ұруға тырысамын. Балдарымның жаңа қасындағы әйелдеріне, қасындағы күйеулеріне, солардың бәрін өз махаббатымды шашып жүргім келеді. Барымша Алланың тіптіке жолымен жүргім келеді. Соның өзі маған бақыт, соның өзі байлық. Ауырмау деген, ауырмай аман есен кәдімгі не болып жүргім келеді, қыздар, мен пайдалы болып жүргім келеді. Сюрприз жасап жүргім келеді бәріне. Балдарыма да, үйде кім бар, соның бәріне сюрприз жасап, өзім көңілім көтеріңкі, біртүрлі біреуге абуз болып отырғым келмейді. Или там осы мамадан не пайда дегендей қылып болғым келмейді. Бір пайда келтіріп отырғым келеді. Сәбилер көрінсе шомылдырып тырнағын алып, жаңаға бала келінімнің алдынан шай әзірлей қойып, қыз күйеуімнің алдынан атып шығып, шауып шығып дегендей. Сондай пайдалы болғым келеді. До последнего дня пайдалы болып өмір сүріп кеткім келеді. Біртүрлі өмірде сюрприз қылғым келеді өмірімнің бәрін. Соның өзі бақыт сияқты маған, соның өзі байлық сияқты. Күшті болып тұрсыз дейді. Рахмет жаным. Айсара, рахмет жаным. Енді сізді тыңдай бергіміз келеді дейді. Тыңдай бергім келсе, мен де айта бергім келеді. Тыңдап отырған адамдарды жақсы көрем. Мені қомбаштап, мені көтеріп отқан адамдарды мен де күшті көрем.